Армысыздар, тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Бұл өркениеттен бүлігіп қалғандай. Алыста орналасқан құмды ауыл болатын. Бір қарағанда адамдары аңқау, сенгіш, бәлелікпен ісі жоқ секілді көрінетін. Адам аласы ішінде деп сондайды айтатын бұлар. Осыдан бірнеше жыл бұрын ауылға Тапалбек атанып кеткен Қапалбек келіншек алып келді. Біреулер ағасының алдын орап, ол не көргенсіздік десе төлеулестер. Жақсылықтың ертегеші жоқ, бақытты болсын деп жатты. Ата енесі келін түсіріп, қолдар ұзарып мәз. Үлкендері үйленіп, қалаға кеткен. Кейінгі екі ұл ғана еді, аяқтары тұсауланбаған. Жас келін сұлуда пысық болып шықты. Енесін орнынан қозғамай, бар тірлігін тындырып отыратын. Жұрт кішкене бойлы Қапалбекке мынадай сұлу қыздың жар болғанына таң қалатын. Жігіт келіншегін көлеңкесінен де қызғанып, қайнылары қалжыңдасса терісіне симай кететін. Алай сұлуға Қапалбектің бейнеткештігі ұнағандықтан оның етегінен ұстауды жөн көрген. Маскүнем жатып шер әкесін көріп, өскен қыз анасы секілді таяқ жеп, өмір сүруді қаламады. Алайда күйеуінің шектен тыс қызғаншақтығы ұнамайтын. Онысымен қоймай Қапалбек төсек құмар болатын. Айсұлудың күні бойы тарбаңдап тірлік жасап, кешке шаршап құлайтынын түсінбей, оны таңға дейін әурелейтін. Соның салдарынан жас келін жүнжіп, азып тозып кетті. Ол үшін күйеуі төсекте ләззат емес, азап сыйлайтындай болатын. Арада аз ғана уақыт өткенде Айсұлудың аяғы ауырлады. Сонда да күйеуіне тыным жоқ. Оңтайлы сәтті күтіп келіншегін аңдыған. Ай күні жетіп, келеңдеп жүріп босанды ой қыз. Күйеуінен әптен мезі болған келін енесіне өзінің қасында ұйықтауын жалынып сұрады. Бірдеңені сезіп жүрген енесі де келісті. Келіншегі күтініп, терлеп 40 күн енесінің қамқорлығында болғанын әрең шыдап күткен Қапалбек 41-ші күні оны боқтап, ұрысып, өз бөлмесіне көшіріп алып кетті. Көзі жаутаңдап Айсұлу енесіне қарайлап кетті. Көп ұзамай, қорғана алмаған бүлдіршін, келін баласы 3 ай болар болмас қайта көтеріп қойды. Үлкен ұлын енесі өз бауырын алды. Келер жылы 2-ші ұлы дүниеге келді. Осылай ма жылма-жыл босанып, 3-ші перзенті қыз болды. Әбден қалжыраған Айсұлу енесімен барып әйелдер дәрігеріне қаралып, енді көтермеуді амалын жасады. Қапалбек пен Айсұлудың кенжесі 3-ке келгенде ғана ағалары Манарбек үйленетін болды. Өзінен 10 шақты жас кіші Кәмшат есімді қызға таңдау түскен екен. Ата енесі риза болып, жөн жоралғысымен тойларын жасап беріп, Айсұлу өзіне жайлы болғандықтан енесі Манарбек пен Кәмшаттың еншісін беріп, осы ауылға бөлек шығарды. Сол кездерде ауыл адамдары жаппай мал жинап, үлкен үйлер мен қоралар соғып жатқан. Қолдарынан іс келетін ағайынды екеу алысқа ұзамай-ақ ауылдан нәпақасын тауып отырды. Кәмшат арасында 2 жылдан салып 5 баланы өмірге салып келді. Ал Айсұлу сол 3 баламен тоқтады. Бұл кезде де Қапалбек жұмыстан қанша шаршап келсе де, сұлу келіншегіне тыным бермейтін. Ол бейшара ошақ басында күйбеңдеп, тірлік жасағансып, кеш жатуға тырысатын. Әрі беріден соң өсіп қалған балаларын ұялататын. 2 абысын оңаша сырласып қалғанда Айсұлу күйеуінің төсек құмарлығына шағымданатын. Ал күйеуінен 10 жасқа кіші Кәмшат болса, керісінше ризам емес екенін айтатын. Қайта керек емес пе? Қатырасың. Өмірдің қызығы да сол ғой. Бәсе, қашан көрсем құлпырып тұрасың. Қартаятын түрің жоқ. Қайнымда екен ғой, бар мәселе деп қулана күлді де, артынша қабағын түйіп, біздің бай кеш келеді де басы жастыққа тие сала қор етеді. Бітірген еш тірлігі жоқ, таңертең ерте тұрып кетеді. Мен жатамын дөңбекшіп деді. Қойыңызшы жеңеше, шаршайтын болар. Кешке дейін күннің астында кірпіш қала оңай дейсіз бе? Деп басын шайқады Айсұлу. Айсұлу,
Басқа түспей түсінбейсің. Одан 3 жас кіші қайным тынбайды деп отырсың ғой. Екеуі кешке дейін бірге жүр ғой. Ол неге шаршамайды деп ренжи сөйледі абысыны. Сонымен бұл тақырып бойынша ойлары сәйкес келмеген екі келін үйлеріне тарасты. Соңғы кездері енесінің мазасы болмай жүргенін Айсұлу байқаған. Бірақ аңдыған ауру табан аста алып тынады деп ойламаған. Ішкі ағзасынан жазылмайтын дертке душар болған анасындай болған алтын енесі мұна өмірді қимаған күйде кете барды. Бұл сағат тағалы жүз шайысып, көрмеген енесінің өлімі Айсұлуға басқаларға қарағанда ауыр тиді. Кәмшат келгелі бөлек тұрғасын ба енесіне аса жақын емес болатын. Сондықтан қабырғасы қайысып қайғыра қоймады. Ал Қапалбектің анасын қаншалықты жақсы көретінін, ел аяғы басыла сала Айсұлуды төсекке сүйрегенінен ақ байқауға болатын еді. Не деген арсыз едің? Анаңның топырағы кепкенде жоқ қой, деп ызалана жылады Айсұлу. Жақсы келген кемпір өлді деп табиғи қажетімізді өтемейміз бе? О несі? Асарын асап, жасарын жасады. Не арманы бар еді деп кекетіп күлді күйеуі. Үйленгелі осы маған жаның ашыған емес. Нәпсіңе ие бола алмаған бейшарасың. Не деген ашкөз едің? Сезімнен жұрдай бәле екенсің. Сен түгілі мен қайғырып отырмын деп жылады Айсұлу. Одан кейін күйеуіне сөз шығындағысы келмеді. Онсыз да суыған көңілі одан әрі салқындай берді. Қазақтың салтына сай енесінің бар кәдесін жасап болғанда, жалғыздықты көтере алмай балаларға жаутаңдан қажыған атасы да күрт нажарлап өмірден өтті. Енесіндей жақын тартпаса да бар тірлігін мақтап көтермелеп отырған атасы кеткенде де Айсұлу әбден жылады. Ес білгелі маскүне мәкенің маңдайынан сипап, мерленгенін көрмеген ол, атасының қарағым деген жалғыз ауыз сөзіне марқайып, қанат біткендей қуанып қалатын еді. Енді екі қымбат адамы да жоқ. Қапалбектің нәпсі құмарлығына да ата енесі үшін төзіп жүргендей еді. Шындап келгенде ортақ әңгіме де жоқ екен екеуінде. Тұрмысқа жастай шыққан Айсұлу не оқи алмады, не жұмыс жасамады. Балаларының алды оқу бітіріп жатыр. Күйеуіне қалаға көшу туралы айтып еді, көнбеді. Арты үлкен ұрысқа айналып, ата-анасы барда Айсұлуға қолының ұшы тимеген Қапалбек оны ұрып тастады. Өмірі шекең тырысып жүреді, әйел болып қылымсуды білмейсің. Қалай екен қой көксегенің, кет, құры, өзің бар қалаға, сол жақта нақсүйеріне бар болар, деп айқайлады ол көзі шатынап. Адам кейпіндегі айуаннан шошыған Айсұлу өсіп қалған 3 баласын алып, азғантай киімдерін жинап ауылдан басы бүтін көтті. Бұлай іс насырға шауып, жуас келіншегі кетіп қалар деп ойламаса да, оны тоқтатуға көкірегі жібермей, Қапалбек жалғыз қала берді. Арада 5-6 ай өтсе де, арттарынан іздеп бармады да, балалары да одан күдерісті. Айсұлу балаларын алып кеткен соң көп қиналды. Мұздай суға қолын салып еден жуушы болды. Аққар көк мұзда табанынан сыз өтіп, саудада жасады. Ақыры қызы оқуға түскен жылы өкпесі қабынып, жап-жас қалпында қыршынынан қиылды. Қолдары ауыздарына жетсе де, бағыт-бағдар беріп отыратын анаға зәру балалары қалды шырылдап. Іздеп келейін деген әке де жоқ. Бұл уақытта Кәмшаттың да балалары ер жетіп қалған. Күйеуі Манарбек өмір бойы құрылыс жасап, әбден денсаулықтан айырылған еді. Оның төсекте қауқарсыз екенін жиі қайталап Кәмшат намысына тиіп болды. Содан болар, соңғы кезде ішкілікке әуес болып алды. Айсұлудың өмірден өткеніне хабары жоқ. Қапалбек оған әлі ашулы болатын. Оған ерегісіп үйленіп алмақ еді, Кәмшат тоқтата берді. Қайнысының жалғыз күйде жағдайы болмайтынын айтып, үйге жиі шақырып алатын. Манарбектің үйге келді деген аты болмаса, аузынан ақ ит кіріп, қара ит шығып, мас күйде күңкілдеп жататын. Кезінде Айсұлудың Қапалбек туралы айтқандары есіне түссе, Кәмшаттың денесі бір ісіп, бір суып мазасы қашатын. Түні бойы қайнысын ойлап есі кететін. Ол үйленемін десе үзілді кесілді қарсы болатын.
Оны әйелдерден қызғанатын. Ауылдағы тура жолдан тайған келіншектердің ешқайсысы Қапалбектің бетін қайтарған емес. Мұны білетін Кәмшаттың қызғаныштан іші тырналатын. Қапалбек қанша төсек құмар болса да, жеңгесіне шапқан емес. Үйде еңгезердей болып домалап жатқан ағасынан именді ме? Жеңгесі әйел ретінде қызықтырмады ма? Онысы өзіне аян. Қанша жылдан бері ішкіліктен бас алмаған Манарбектің де талқаны таусылды. Қыздарының алды тұрмысқа шығып кеткен соң, бауыры езіліп, кеткендіктен қайтыс болып кетті. Кәмшат кіші ұлы мен қызы үшеуі қалды. Күйеуінің жылы өткен соң, ағайын туыс екеуін әмеңгерлікпен қосар деп үміттенген. Оған екеуі де жас емес, сондықтан ол туралы ешкім сөз қозғамады. Жағада қалған балықтай шөлі қанбаған Кәмшат қалды 40-тан енді асқанда. Түн баласы өзін өзі сипалап өлердей болады. Басқа еркектер айналшақтап көріп еді, бары ойы Қапалбек болған, ол ешкімді жолатпады. Жеңгесі жесір қалған соң Қапалбек отынын жарып, сынған жерлерін жөндеп беріп, тамақ ішіп кетіп жүрді. Бірақ артық қимылға барған емес. Бұдан әрі шыдай алмаған Кәмшат қайнысының алдына жасанып шығып, жорта сипап өтіп, қылымсуға көшті. Онысы сая кетпеді. Төсек десе бар дүниені ұмытатын қайнысы қораға ертіп барып, ағасынан қалған жәдігер жеңгесін әбден аунатты. Бірақ болары болып, бояуы сіңген соң есін жиып, тез жиналып кетіп қалды. Содан кейін бұл үйге көпке дейін жоламай кетті. Қанша жыл арманы болған қайнысының от құшағын бір көрген Кәмшат енді тоқтай алмады. Ұзын құлақ арқылы естіп білетін тәуіп кемпірді тауып алып, Қапалбекке дуа жасатып алды. Беттің арын белге түйіп, оны тамаққа шақырды. Әкелген дуалы дүниесін тамаққа қосып берді. Бітті. Содан бері Қапалбекке ешкім керек емес. Бараңды ғана Кәмшат, тіпті некелі жары секілді, оны қызғанатын болған. Оған да керегі сол, жас қыздай майысып, сыланғанда балаларынан да ұялмайтын. Қолдағы ұлы мен қызы қалаға оқуға кеткенде бұлар бірге тұрды десе де болады. Аядай ауылда тұрса да ұялған жоқ. Өсекке ілініп, күнәлары жария болып жатса да, ешкімнен қымсынар емес. Нәпсінің құрсауына түскен екеуге керегі тек төсек ләззаты ғана секілді. Әке шешесінің мұны көрмей кеткені қандай жақсы болған десті жұрт. Бейшара Айсұлу өте көрікті еді. Қор болды-ау, мұна Қапалбекке деп жандары ашып жатты кейбіреулердің. Бұл кезде Айсұлудың үлкен ұлы әкесін іздеп ауылға келген еді. Қапалбекке анасы енді жоқ екен айтып, өзімен бірге кетуін сұрап еді. Ол көнбеді. Ұлы ауылдастарының кеңесімен тәуіпке барған екен. Әкең туаланған. Ауылдан 300 шақырым алыс шықса дуасынан арылады деген екен. Қапалбек бір рет болсын баруға келісім бермепті. Қырсықтығы ма, дуаның күші қатты ма, ол жағы бергісіз. Балалары оқуларын аяқтап, белді қызметкер болған екен. Аналары бейшара ол күнді көре алмай кетті. Бас көз болып отырар деген әкенің түрі мынау. Ата сақалы аузына түссе де аңдығаны түрілген етек қана. Баласы амал жоқ, басы салбырап, үміті үзіліп кері қайтты. Кезінде анасына бекер кінә артқанын түсінді. Әкесін ешқашан өзгермейді екен. Ал Кәмшаттың қыздар ана болып жатыр. Арасында немерелерімен келіп тұрады. Анасы мен ағаларының ұятты тірлігінен олар да хабардар. Бірақ батырып ештеңе айта алмайды. Әке шешең жынды болса, байлап бақтың кері. Олар туралы бүкіл ауыл құлағдар болған. Бұл тұрғыда пікірлер екіге айырылып жатады. Үлкендер бетін шымшып, жүздеріне түкіруге даяр болып отырса, жастар жағы екеуінің үйлене салғандары дұрыс екен айтып жатады. Ал бұлар балдарынан ұяладымыз. Мейлі, бұл олардың тағдыры, жеке өмірі. Дегенмен Кәмшат секілді әйелдердің кесірінен жесірдің бәрі көрінгенге етек ашатындай болып көрініп тұрады. Әңгіменің соңы, сейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз.